Баршаңызға қайырлы күн көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі өте ерекше, дастарханымыздың көркін ашатын биылғы жылдың хит салаты десек те болады. Небәрі 10 минутта дайын болатын салатты әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен қызанақ қажет. Қызанағымыздың ортаңғы сулы бөлігін алып тастап, етті бөлігін осылай ұзынша етіп, одан кейін 4 бұрышты формада турап аламыз. Сонымен қатар келесі кезекте салатымыздың құрамы бойынша бізге қияр қажет. Қиярымызды да дәл осы ретпен оны да 4 бұрышты формада осылай барлығын турап аламыз. Келесі кезекте біздің салатымызға колбаса қажет. Колбасаның міндетті түрде ысталған түрін пайдалансаңыздар, салатымыздың дәмі өте ерекше шығады. Дәл осы колбасамызды да видеодағыдай 4 бұрышты формада турап аламыз. Дәл осы салаттың толық нұсқасын төменде жазып қалдыратын боламын. Описание бөліміне өтіп, толықтай құрамы мен мөлшерін қарап, сіздер де жасасаңыздар болады. Міне, ендігі кезекте бізге қайнатылған жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды да дәл осы ретпен 4 бұрышты формада турап аламыз. Дәл осы салатты міндетті түрде жасап, дәм татсаңыздар болады. 100% ұнайды деген сенімдемін. Осылай барлығын турап алғаннан кейін ыдысымызға орналастырамыз. Ең алдымен қиярымызды, келесі кезекте қызанағымызды, жұмыртқамызды, сонымен қатар турап алған колбасамызды, кептірілген нан, яғни чипсымызды майдалап аламыз. Одан кейін қара икрамызды салып, дәл ортасына қажетті мөлшердегі майонезімізді салып, дастарханымызға ұсынсақ болады. Рецепт ұнаса, мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға үлкен рахмет.